Жылдың ең үздік байқауы өз мәресіне жетті. EMA 2018 қазақ эстрадасы жұлдыздарының басын біріктіріп, біріне қуаныш сыйласа, біріне шабыт тарту етті. Ал көрермен ықыласы бұл жылы ерекше. Өз сүйікті орындаушылары мен топтарына белсене дауыс берді жанкүйер. 7-ші рет өтіп жатқан Еуразия музыкалық сыйлығы 26 тамызда Астана қаласында Экспо 2017 конгресс орталығында болып өтті. Сонымен жеңімпаздардың атын атап, жүлделермен құттықтауды бастайтын сәт келіп жетті. Көптен күткен шараның жұлдыздары кім? Бірге білейік. Үздік Q-pop әртісі номинациясы бойынша жеңіске 91 топ жетті. Жігіттердің жеңісі тек бұл емес. Сондай-ақ атышулы топ Аяма бейнеклипмен үздік бейнебаян сыйлығының да жеңімпаз атанды. Көптің жүрегінде ерекше орны бар серлер өз әсерімен былай деп бөлісті. Үшінші рет бізде қолымызда біздің ұстап тұрмыз, өз қолымызбен, көріп тұрмыз өз көзімізбен. Сол үшін жалпы Q-pop бағытына 3 жыл болды, және 3 жылдың ішінде бұл шынымен де ресми тұрғыда бағыт ретінде саналып, жанр ретінде мойындалып, және де оған номинация ұсынылғанына біз өте қатты қуаныштымыз. Шынымен де 2 номинацияны бірдей алып кету біз үшін күтпеген жағдай болды. Бұл номинация негізінен Нұрсұлтан Базарбайға, және де Ерболат Бедерханға, және де Батыржан Сопбековке, және де жалпы 91 мен жұмыс істеген Жүз Visual ұйымына арналады. Міне керемет, бір байқауда екі бірдей жеңісті қанжығасына салып кетуі Eagles'дар үшін қуанышты хабар болса, кейбір жандардың қызығушылығын оятты. Келесі үздік ән номинациясы бойынша жүлделі орынға Луина ие болды. Hey You әні бұл жылы көпке көтеріңкі көңіл күй сыйлап, үздіктеуге лайық бірден бір ән болды. Жеңіс құтты болсын, Луина. Это прекрасно. Жеңіске жету өте тамаша, бақыттымын, қуанышымда шек жоқ. Музон арнасына, EMA сыйлығына мені қолдаған барша жанға шексіз ризашылығымды білдірем. Который меня поддерживает. Ал жыл дебюті мен ғаламтор таңдауы номинацияларының жүлдесі Самая вышка әнімен желін жарған, тыңдарманның жүрегінің төрінен орын алған Райым мен Артурға бұйырды. Жарайсыңдар, жігіттер. Музон Астана үлкен рахмет, біз үшін үлкен нәрсе бұл. Ең самая вышка деп те осыларды айтуға болады. Үлкен рахмет. Жеңістің дәмі тәтті ғой, есім аталып, еңбек еленген жандардың төбесі көкке бірақ елі жетпей тұр. Ал үздік дуэт номинациясының жүлделі сыйлығын жеңіп алғандар Кешью және Баллер. Суалала әні ешкімді бейжай қалдырған жоқ. Это очень круто. Жеңімпаз атану әрине өте керемет сезім. Ең алдымен біздің тыңдармандарға алғысым шексіз. Өкінішке орай, Кешьюлық сұлулар бұл кеште қатарымыздан көрінбеді. Десе де, қоржыныңыздағы кезекті жүлделеріңізбен тағы да құттықтаймыз. Келесі үздік ерлер тобы сыйлығына әлем бэндтіктер ие болды. Марапаттау рәсімінде өздерін көре алмағандар үшін себебін бұлай деп түсіндірді өздері. Өзіміздің сахнаға шығуымызға дайындалып киініп атқанбыз. Сондықтан өзіміз көре алмадық, ол атмосфераны өзіміз сезіне алмадық сахнада тұрып статуэткамен. Бірақ біздің ағамыз, продюсеріміз Алмасаға шығып алды. Өткені ол кісінің бірден бір еңбегі. Үлкен рахмет баршаларыңызға. Үздік қыздар тобы номинациясын шамистіктер иеленді. Арулардың өздері келіп жылы лебіздермен бөлісе алмаса да, топ продюсері қуаныштың куәгері болды. На самом деле я была тоже участницей Girls Band. Мен де Girls Band құрамында өнер көрсеттім. Сол кездегі әр EMA сайынғы бойымызда сезінген әрбір әсеріміз есімде. Күтетін едік, жеңіске жетуді қалайтын едік. Сол себепті менің ойымша, қазір қыздар бұл жағымды жаңалық естісе, қатты қуанады деп ойлаймын. Пищать от восторга. EMA 2018-дің үздік орындаушысы номинациясына қыздар арасында Кәмшат Жолдыбаева, ал серлерден Қайрат Нұртас лайық деп табылды. Көптен күткен марапаттаулардың бірі. Оған дейін де біз осы Музон премиясына Кешью тобының құрамында болған кезде бірнеше рет номинант атанып, және бірнеше рет біз осы премияны жеңіп алғанбыз. Міне қазір жеке әнші болғалы, бұл алғашқы менің әнші, яғни үздік әнші премиям. Сондықтан да мен өте қатты қобалжып және өте қатты қуанып тұрмын. Көп рахмет. Жақсылық болсын, әрқашанда биікте болайық, әрқайсымыз өз жұмысымыздың генералы болайық. Жеңістеріңіз басқаларға жұғысты болсын, өздеріңізге тек шығармашылық табыс алып келсін. Кезекте ұлттық колорит номинациясы. Бұл сыйлықтың иесі Молуджан Тоқтахунов атанды. Спасибо всем
кто меня поддерживал. Баршаға рахмет, мені қолдағандарыңыз, көмектескендеріңіз үшін. Алғашқы сыйлық құтты болсын, Молуджан. Ал 11-ші номинация үздік топ. Бұл жылы үздік топ деп Vox Acapella танылды. Баршаларыңызға көп рахмет, бізге дауыс берген барша біздің жанкүйерлерімізге, барша жанашырларымызға, ата-аналарымызға, достарымызға көп рахмет барлықтарыңызға. Біз сіздердің сенімдеріңізді ақтауға тырысамыз. Үздік концерттік шоу номинациясын иеленген әндері бұлай тұрсын. Киім кию стилі де ерекше Қайрат Байекенов және Формат тобы. Мы сделали концертное шоу. Біз бүгін үздік деп анықталған концерттік шоу жасадық. Өте қуаныштымыз, алғысым шексіз. На самом деле очень рады. Ал Ерлан Кокеев пен К7 тобы үздік лайф-бенд номинациясына ие болды. Знаете, в целом я... Білесіз бе, осы сахнада жүргенімізге қаншама жыл болды. Сол себепті бұл жеңісті қалыпты деп қабылдаймын. Арманжан Байтасов, алғысым шексіз. Я благодарен Арманжану Байтасову. Тамара Асар Қазақстан шоу-бизнесіне қосқан зор үлес үшін марапатталды. Құрметті достар, шын жүректен қуаныштымын. Мен телеканал Музонға және MI премиясының ұйымдастырушыларына, әкімшілігіне, жалпы қызметкерлерінің барлығына рахмет айтам. Ең алдымен тыңдармандарыма, көрермендеріме үлкен рахмет. Үздік би тобы Wake Up. Я считаю такой момент, что награда, она как бы... Марапатқа лайықтымыз деп білем, себебі көп еңбектендік. Біз осы жұмысқа бар күшімізбен жан тәнімізді салып еңбек етеміз. Тағы да Музон арнасына алғысымды білдірем. Телеканал Музон. Еуразия музыкалық сыйлығының сахнасында өнер көрсеткендер қатарында отандық үздік әншілер Айдана Меденова, Әмре, Ньютон топтары бар. Сондай-ақ Әсемгештің жүргізушілері Арнұр Ыстыбаев, Назым Ғаділбек, Мұхит Сапарбаев, Әсел Аққасова, Азат Абыкен мен Эльмира Калмыковалар. 7-ші Еуразия музыкалық сыйлығының демеушісі Технодом, ресми демеуші Пепси, ресми Суасу. Жеңіске жеткен әрбір өнер иесін шын жүректен құттықтаймыз. Қатысушылардың барлығы біз үшін үздік. Келесі жылы дәл осы байқауда, дәл осы сахнада қайта жүздескенше.